Сәлем, құрметті оқырман. Мен сіздерге бүгін Айдар Тойкеновтың ашаршылық әңгімесін ұсынамын. Ашаршылық. Марқұм Қызайым әжеміз өте әңгімешіл кісі еді. Көбіне ашаршылық жылдарда өткен балалық шағын айтып, біздерді тәубеге шақырып отыратын. Өткен күндерін еске алғанда, ауыр күрсініп, естеліктер айтқанда күңіреніп кететін. Ол уақыттарда біз бала едік. Айтқандарын ертегідей қабылдап, жалықпай тыңдаушы едік. Енді ойлап қарасам, әңгімесінің барлығы өмірде болған шындық екен. Есте қалған біразын ықшамдап, ой салар тұстарын оқырманға ұсынып көрейін. Тоқшылық заманда бір ғибраты болар. Түркістаннан медет тілеп, жан-жақтан босып келген елде есеп болмады. Ауқатты өзбектерге жас қыздарын, болмаса реңді әйелдерін қос уыс бидайға сатқан қазақтарды көрдік. Әке-шешем мені үйге жалғыз тастауға қорқып, таудағы диірменге ертіп барды. Жолда аш адамдар қайыр сұрап тұрды. Ал тауға жақындағанда әкем көзімізді орамалмен байлап қойды. Өгіз арба қатты шайқала берген соң көзімді шешсем, жол үсті аштан өлген адамдарға толы екен. Айналып өтуге тау жолдары тар, басып өттік. Әкем жылап отырды. Шешем жоқ деп айтуды білмейтін, қолы ашық жан еді. Тамақ сұрап келген аш адамдарға бір үзім болса да нан беретін. Қуанған адамдар, жалғыз қызының ғұмыр жасы ұзақ болсын деуші еді. 90-ға таянғанша тірі жүргенім солардың шын ниетімен айтқандарынан болар. Ескіше оқығанды қойып, шешем мені жаңа мектепке бергісі келді. Бірақ әкем келіспеді. Өйткені етжеңді, толық балаларды аш адамдар ұстап жеп қойған көзбен көрген екен. Пәленше деген адам етін жеп күн көріп жүр екен дегенге таң қалмайтын заман еді. Бір ауқатты кісі аштарға көже таратты. Біз де бардық. Көжеге таласқан еркектер шешемді таптап өлтіріп кете жаздады. Адам ашыққанда еркек ұрғашқа қарамай қалады екен. Ар ұят сыпайылықтан жұрдай болады. Нағашым ауылдағы диірменнен келе жатып, қайтар жолын бір ауылдасы аңдып тұрғанын байқайды. Жағдайды түсінген нағашым бір уыс бидайды шүберекке түйіп аулаққа лақтырады. Әлгі соған қарай жүгіргенде жолдан өтіп кетеді. Кейінірек тоқшылық болғанда екеуі осыны еске алып жылаған екен. Сол кезде сен амал таппағанда өлтіруге бекінген едім, депті. Өз баласын жегендер де болды. Әсіресе еркектер. Еркектер жыртқыш хайуанға айналды. Ерлерге қарағанда әйелдер аштыққа да, азапқа да шыдамды келеді екен. Суда балықты, жерде тышқанды қолы жеткен адам ғана жейтін. Оразамен айттың тоқтықта екені де, қара судың қарғадым жерге жеткізетіні де, адамның ит жанды екені де рас. Оны мен осы жасымда көзбен көрдім, басымнан өткердім де, деп отырушы еді жарықтық. Мен ауылға қалыңсыз келген қызбын, деп жалғайтын әңгімесін. Ақырбайдың баласы аштан өлген заманда қалың мал сұратып, жасауымды шайқалтып келетін жағдай қайдан болсын. Сол аласапыран жылдарда әкем кәмпескеге ілініп айдалып кетті. Артынша шешем қайтыс болды. Жетім қалған атақты қайып байдың жалғыз қызын ағайындар осы Шаға ауылының Досжанұлы Тойкен деген жігітіне тұрмысқа берді. Мен келгенде бұл ауыл өз алдына жеке колхоз еді.
Сол жылдары колхозды Бидәулет Мүлкібайұлы басқарып тұрды. Ол кісіні бәріміз би аға дейтінбіз. Жарықтық би аға. Айтар сөзге шешен, әрі өте көреген кісі еді. 1937 жылы жазықсыз ұсталып, халық жауы деген жаламен сотталып кетті. Ұлтың қазақ, жерің созақ, сағанда 10 жыл деп ат үстінде отырып шығара салатын атақты үкіммен кесіліп кеткен екен. Осы Шаға ауылының ашаршылық жылдардан аман өтуіне әуелі Құдай, одан кейін бір адамның септігі тиген болса, ол осы Бидәулет қайнаға деп еске алар еді марқұм. Бидәулет Мүлкібайұлы туралы ел аузында сақталған әңгіме көп. Бүгінде Таушаға мен Балашаға аталатын екі өзеннің ортасында кең жазықты сазды алаңқай бар. Сол жерде 1932 жылдары Сұлтанбек Қожанов келіп жиын өткізген дегенді бала күнімізде қариялардан жиі еститінбіз. Өзінің туған жері Ақсүмбе мен Балықшы әулиеге дейінгі тау бөктерін жай қалған жұрттың ішінен ел ағаларын жинап, ашаршылыққа қарсы кеңес өткізген деседі. Бұл жиынға Бидәулет Мүлкібайұлы да қатысып, Сұлтанбек Қожановтың рұқсатымен колхоз малынан 150 бас ешкі жаздырып алады. Бидәулет сол 150 бас ешкіні тауға жасырып бақтырып, ашыққан елге төлін жегізіп, сүтін ішкізіп, бүтін бір ауылды ашаршылықтан аман алып шыққан деседі. Марқұм әжемнің бұл ауылды бүгінгі ұрпағы бір адамға өмірі мен қарыздар болса, ол Бидәулет би деп отыратыны осыдан болса керек. Ал одан бері өзімізденген нақты архивтік деректерге сүйінсек, Бидәулетті айыптау тізімінде Шаға колхозының төрағасы Бидәулет Мүлкібаев 1918 жылдары колхоз малын талан-таражға салды. Ол өзімен рулас елді маңайына топтастырып, контрреволюциялық билік құрды. Олар 60 түтін деп анық жазылған. Тағы бір архив деректерінде Мүлкібаев Аллаху көтерілісін бастаушы Сұлтанбек ханмен тығыз байланыста болған. Ал Сұлтанбек Шалаховтың тау шатқалдарына бекінген мергендер тобын азық түлікпен қамтамасыз еткен деп көрсетілген. Бұл енді бөлек әңгіме. Кейде бір ауылды ашаршылықтан аман алып қалған Бидәулет Мүлкібайұлына сол өзі туған Шаға ауылындағы жалғыз мектепке атын берсе де болар еді деген ойға қаламын. Бірақ біздердің қуғын-сүргін құрбандарын еске алғанда жанарымыз жасқа тола жаздайды. Ал оларды ұлықтауға келгенде жүрегіміз қатайып шыға келетіні жаман. Бұл асыл азаматтың артында бүгінде ұлдарынан ұрпақ та қалған жоқ. Ашаршылықта бүтін бір ауыл жұртының өзегін жалғап, өмірін сыйлаған асылдың тұқымы осымен үзілді. Құрметті оқырман, осы әңгіменің жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, пікір жазып кетулеріңізді сұранамын. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.